Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шағын суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Видео барысында сіздер кастор майының адам денсаулығына пайдасы және зияны, кастор майы туралы не білу керек, оны үй жағдайында қолдана аламыз ба? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын видео барысында айтатын боламыз. Кастор майы адамдар мыңдаған жылдар бойы қолданып келе жатқан көп мақсаттық өсімдік майы болып табылады. Ол тұқымнан май алу арқылы алынады екен. Кастор бұршақтары деп аталатын бұл тұқымдарда рицин деп аталатын улы фермент кездеседі. Дегенмен кастор майын өндіру кезінде өтетін қыздыру процесі рицинді сөндіреді. Бұл майды қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік береді екен. Кастор майы көптеген медициналық, өнеркәсіптік және фармацевтикалық мақсаттарда қолданылады. Ол әдетте азық-түлік, медицина және тері күтімі өнімдеріне қоспа ретінде, сондай-ақ биодизельдік өнеркәсіптік майлаушы және компонент ретінде қолданылады. Ежелгі Египетте адамдар кастор майын шамдар үшін отын ретінде жағып, оны көздің тітіркенуі сияқты ауруларға табиғи ем ретінде пайдаланыпты. Тіпті жүктілік кезінде босану үшін де пайдаланған екен. Бүгінгі күні кастор майы іш қату және тері аурулары сияқты жалпы ауруларға арналған танымал табиғи құрал болып саналады. Және оны табиғи сұлулық өнімдерінде жиі табуға болады екен. Кастор майының іш жүргізуге пайдасы. Кастор майының ең танымал медициналық қолдануларының бірі табиғи іш жүргізетін дәрі болып табылады. Ол ынталандырушы іш жүргізетін дәрі ретінде жіктеледі, яғни ішек арқылы материалдық итеретін бұлшық еттердің қозғалысын арттырады, ішектерді тазартуға көмектеседі. Кастор майын азық-түлік және дәрі-дәрмек басқармасы ынталандыратын іш жүргізетін дәрі ретінде мақұлдаған екен. Стимуляторлар тез әрекет етеді және әдетте уақытша іш қатуды жеңілдету немесе медициналық процедуралар алдында ішектерді тазарту үшін қолданылады. Кастор майын ішке қабылдағанда ол аш ішекте ыдырап, кастор майындағы негізгі май қышқылы рицинол қышқылын шығарады екен. Содан кейін рицинол қышқылы ішекте сіңіп, күшті іш жүргізетін әсер береді. Кастор майы аз мөлшерде қауіпсіз деп саналғанмен, көп мөлшерде асқазанның қысылуын, жүректің айнуын, құсуды және диареяны тудыруы мүмкін. Оны кейде іш қатуды жеңілдету үшін қолдануға болатынына қарамастан, кастор майы ұзақ мерзімді денсаулық мәселелерін емдеу үшін ұсынылмайды. Сондай-ақ іш қатуды емдеу үшін кастор майын қолданар алдында олардың ұсыныстары үшін дәрігеріңізбен сөйлесуді ұмытпаңыз. Кастор майын дұрыс пайдаланбау өмірге қауіп төндіретін электролиттік және қышқыл негіздік теңгерімсіздік сияқты қауіпті жанама әсерлер әкелуі мүмкін. Кастор майы рицинол қышқылына, бір қанықпаған май қышқылына бай. Майлардың бұл түрлерін теріні ылғалдандыру үшін қолдануға болады. Олар терінің сыртқы қабаты арқылы судың жоғалуын болдырмайтын ылғалды бекітетін ылғалдандырғыш ретінде әрекет етеді. Кастор майы теріні ылғалдандыру үшін косметикада қолданылады. Өндірушілер оны лосьондар, макияж және тазартқыш сияқты өнімдерге жиі қосады. Сондай-ақ бұл бай майды дүкеннен сатып алынған ылғалдандырғыштар мен лосьондарға табиғи балама ретінде өз бетіңізге пайдалануыңызға болады. Дүкендерде табылатын көптеген танымал ылғалдандыратын өнімдерде теріні тітіркендіретін және жалпы денсаулыққа зиян келтіретін консерванттар, хош иістер және бояғыштар сияқты ықтимал зиянды ингредиенттер бар. Бұл өнімдерді кастор майымен ауыстыру осы қоспалардың әсерін азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар кастор майы арзан және оны бетіңізге де денеңізге де қолдануға болады. Кастор майы қалың, сондықтан адамдар оның ультра ылғалдандыратын ылғалдандырғыш жасау үшін оны бадам, зәйтүн және кокос жаңғағы сияқты теріге қолайлы басқа майлармен араластырады. Кастор майын теріге жағу адамдардың көпшілік үшін қауіпсіз болып саналғанымен, кейбір адамдарда аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін. Сондай-ақ таза кастор майын пайдалану кейбір адамдарда терінің тітіркенуі тудыруы мүмкін, сондықтан оны жажыба майы немесе кокос майы сияқты басқа маймен сұйылтылған дұрыс. Үлкен аумақтарға жағу алдында теріңіз кастор майына қалай шыдайтынын көру үшін комбинацияны теріңіздің кішкене аймағына сынап көріңіз. Кастор майының жараның жазылуына ықпал ететіні туралы айта кетсек. Жараларға кастор майын қолдану емделуге ықпал ететін және ойық жараның кебуіне жол бермейтін ылғалды орта жасайды. Сонымен қатар кастор майында кездесетін негізгі май қышқылы рицинол қышқылы қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын қасиеттерге ие. Ол терінің қабынуын азайтуға, сауығуды жақсартуға және жаралары бар адамдардың ауырсынуын азайтуға көмектеседі.
Зерттеулер көрсеткендей, құрамында кастор майы бар жақпа әртүрлі жаралар үшін тиімді болуы мүмкін. Есіңізде болсын, кастор майы мен жараларды жергілікті емдеуде кастор майы ғана емес, ингредиенттер комбинациясы бар. Дәрігермен кеңеспей кез келген жараға кастор майын жағуға болмайды. Кастор майы тіс протездерін тазалау және сақтау үшін пайдалы болуы мүмкін. Бірқатар бактериялар мен саңырауқұлақтар, соның ішінде кандида, әдетте протездерде өсетін саңырауқұлақтар. Тіс протездері дұрыс тазаланбаса және сақталмаса, бұл ауыз қуысының проблемаларын тудыруы мүмкін. Кандида сияқты саңырауқұлақтың түрлері тіс протездерін киетін адамдар үшін өте қиын, өйткені олар тіс протездері мен ауыз тіңдерінде оңай жабысады екен. Шамадан тыс өсу кандида саңырауқұлақтар ауыз қуысында қабынуға, қызаруға және тітіркенуге әкелетін инфекция стоматит деп аталатын жағдайға әкелуі мүмкін. Бір қызығы, протездерді кастор майымен тазалау тіс стоматитінің даму қаупін азайтуға көмектеседі, өйткені кастор майы бактериялар мен саңырауқұлақтарды өлтіруге көмектеседі. Кастор майы шаштың өсуіне және бас терісінің денсаулығына ықпал ете ала ма? Көптеген адамдар кастор майын табиғи шаш күтімі ретінде пайдаланады, өйткені кастор майы шаштың өзегін майлауға, оның икемділігін арттыруға және сыну мүмкіндігін азайтуға көмектесетін ылғалдандыратын қасиеттерге ие. Кейбір адамдар кастор майын шаш күтімі үшін үнемі қолданса да, қазіргі уақытта кастор майы шаштың денсаулығын жақсартатын, шаш өсуін ынталандыратын немесе шаштың түсуін азайтатыны туралы ғылыми дәлелдер жоқ. Кірпіктерге кастор майын қолдануға да қатысты. Кейбір адамдар кірпіктерді өсіру үшін кастор майын пайдаланады, бірақ оның тиімділігін ешқандай ғылыми зерттеулер дәлелдеген жоқ. Кастор майын сонымен қатар құрғақ, қабыршақты бас терісімен сипатталатын бас терісінің жалпы күйі қайызғақты емдеу үшін кеңінен қолданылады. Қайызғақты емдеудің кейбір тиімді құралдары ингредиент ретінде кастор майын қамтығанымен, кастор майы қайызғақты емдеуде тиімді екендігі туралы ешқандай дәлелденбеген. Медицина мамандары кейде жүкті әйелдердің босануын тудыру үшін кастор майын пайдаланады. Осы себепті жүктіліктің барлық кезеңдерінде адамдар кастор майын қолданудан аулақ болу керек екен. Кастор майы іш қатуды жеңілдетудің тиімді әдісі болғанымен диарея, құсу және кебулер сияқты асқазан ішек жолдарының жанама әсерлерін тудыруы мүмкін. Сондай-ақ бас айналуды да тудыруы мүмкін. Оны тек дәрігердің бақылауымен іш қату үшін қолданыңыз. Теріге жаққанда кейбір адамдардың аллергиялық реакциясын тудыруы мүмкін. Денеңіздің қалай әрекет ететінін көру үшін алдымен терінің кішкене бөлігіне аз мөлшерде қолданып көріңіз. Жалпы ереже бойынша кастор майын кез келген медициналық жағдайларда немесе симптомдарды емдеу үшін әсіресе жоғарғы дозада дәрігер ұсынбаса қолданбау керек. Кез келген іс жүргізетін заттарды, соның ішінде кастор майын теріс пайдалану қауіпті болуы мүмкін. Егер сіз кастор майын кез келген денсаулық жағдайына, соның ішінде іш қатуға қарсы пайдаланғыңыз келсе, алдымен сенімді дәрігерден кеңес алғаныңыз жөн.